500 мыңға жуық азамат бізден зейнетақы алады. Соның ішінде ортаңғы зейнетақы мөлшерінің сомасы ол 35.680 теңгені құрайды. Ал ең жоғарғы алатын ол 700-800-ге барады. Мұрат Тұрсынұлы, бүгінгі әңгімеміз зейнетақы қоры жайында. Зейнетақы қорында жатқан елдің қаражаты қаншалықты көбейіп жатыр, қалай сақталып жатыр, қалай жұмсалып жатыр деген сияқты сауалдар төңірегінде әңгіме өрбітсек. Сондықтан алғашқы сауалым, бүгінгі күні осы елдің, бүгінгі күні еліміздегі жалғыз зейнетақы қоры бар, белгілі, жаңа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы. Бұның алдында осы 15 жыл бұрынғы уақытқа дейін жеке меншік зейнетақы қорлары болды. Кейін бәрі біріктіріліп бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры болды. Енді осы қаражатта елден келіп түсіп жатқан қаражаттар, ақшасы қаншалықты көбейіп жатыр? Табыстылығы қанша болып жатыр? Дұрыс айтасыз. Енді бұл өте маңызды. Халыққа да, үкіметке де, жұмыс берушілерге де. Сондықтан өздеріңізге белгілі, осы жеке меншік қорлардың бәрі біріктіріліп, жаңа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құрылған болатын 2014 жылы. 14 жыл, Сол кезден бері біраз жұмыстар атқарылды. Бұл дегеніміз енді қор деп аталғанымен, қорда жаңағы есеп жүргізіледі, және осы жиналған ақшаны салымшыларымыз зейнеткерлік жасқа толған кезде, немесе де басқа заңмен көрсетілген себептер күшіне енген кезде, сол жерде осы қаражат беріледі. Негізінде беріле бастайды. Беріле бастайды. Ол туралы жаңағы әлеуметтік кодексте жазылған. Бұның енді ең басты сол азаматтарымыз зейнетақы жасына толған кезде беріледі. Немесе жаңағы мүгедектік алған кезде, сондай тағайындалған кезде берілетін шарттары бар, талаптары бар. Мұрагерлерге берілетіні бар, қайтыс болған жағдайда жерлеу рәсіміне берілетін себептері бар, және де жаңағы бір жолғы төлем дегендер бар. Ол тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге, ол туралы тереңірек айтатын боламыз қазір. Күш құрылымдарында жұмыс істеген азаматтар ерте шығады, олардың. Ол жақта ол басқа бағыт, ол туралы да шетін айтып кететін боламыз. Енді әрине біздің көрермендерімізді қызықтырады деген ойдамыз. Енді бүгінгі күнде 24,8 триллион қаражат жиналды. Мына 2025 жылдың 1 тамызындағы қорытынды бойынша. Енді ол жылдан жылға өсіп келе жатыр. Осы өткен 12 айдың ішінде 4,5 триллионнан астам қаражатқа зейнетақы қорындағы ақша көбейді. Бұл дегеніміз жаңағы инвестициялық табыс бар. Оның ішінде және де мына ай сайынғы түсіп жатқан біздің азаматтарымыздың төлемдері бар. Түрлі жаңағы бағыт бойынша міндетті зейнетақы жарналары бар, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бар. Содан кейін өздеріңізге белгілі жұмыс берушінің жаңағы төлемдері бар. Солардың бар және ерекше зейнетақы жарналары бар. Оны әр азамат өзінің қорына шотын ашып жинайтын мүмкіндіктер бар. Соның бәрін қосқан кезде осындай қаражат жиналып отыр. Процентпен шаққанда өсім қанша болды, сонда пайда қанша болды айында? Бұның ішінде енді бір жағынан алып та жатыр. Бір жағынан алып та жатыр, өздеріңізге белгілі. Жас жеткен адамдар өздері алып жатыр. Жас жеткен адамдар алып жатыр, және көбінесе осы бүгінгі күнге дейін алынған қаражаттың 4-5 триллионға жуық қаражат бұл жаңағы азаматтарымыз емделуге немесе тұрғын үй жағдайына жақсартуға қолданған қаражат. Соны есептей отырғанның өзінде жаңағы 24,8 триллион ақша бүгін зейнетақы қорында бар. Бұл бір азаматтар алса, бір жағынан түсіп жатыр, бір жағынан алып жатыр. Енді қазіргі кезде осы соңғы 12 ай ішіндегі инвестициялық кіріс 14,5%-дан асып отыр. Инфляция 11%-дан асып отыр. Сондықтан бұл әрдайым ұлттық банк басқарады көбінесе. Осы зейнетақы қорына түсіп жатқан қаражатпен, және де жеке меншік 5 басқарушы компаниялар бар. Жақсы, олар туралы тағы да айта кетеміз. Бірақ енді қаражат өсіп жатыр. Бір жағынан жаңағы беріліп жатыр.
зейнеткерлік жасқа толған азаматтарымыздың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр, қордан алып жатқан. Сондықтан жүйе сағат сияқты жұмыс жасап тұр деп айтуға болады бүгінгі. Қанша адам қаражат аударып жатыр қорға? Қаражат аударғанда бүгінгі күнде біз мысалы мына шоттың санымен есептейміз. Бүгінгі күнде 17 миллион 700-ден астам шот ашылған зейнетақы қорында. Оның ішінде жаңағы 5 миллион 100-і бұл жұмыс берушінің жаңағы төлемдеріне арналған. Бұл соңғы кезде енгізілген төлем ғой. Бұл жаңағы азаматтардың жеке меншігі болып саналмайды. Сондықтан біз бөлек есеп жүргізіп отырамыз. Сонда жаңағы азаматтардың жеке зейнетақы шоттарының өзі 12 миллионнан асады. Бұның әрине әр шоттың қаражаты әртүрлі. Бұл азаматтың жалақысына байланысты, және де осы зейнетақы жүйесіне қатысқан азаматтардың мерзіміне байланысты. Өйткені мысалы кейбір азаматтар 5 жыл қатысса, ол кісілердің қаражаты, жалақысы көп болғанымен жинақтаған ақшасы аз болады. 15 жыл қатысқан, 20 жыл қатысқан азаматтарымыз бар. Соған қарағанда оны осылай шектеп отыру керек. Жеке есеп шот деген сонда жеке есеп шот деген түрде қаражат аударатындар ма? Әр азаматтың басына жеке шот ашылады. Мысалы, бүгін азамат келіп жұмысқа орналасса, міне оқу орнын бітіріп, бізге келген бірінші төлем түскен кезде біз жаңағы мемлекеттік базадағы бар көрсеткіштер бойынша сол азаматқа жеке зейнетақы шотын ашамыз. Болды. Сол өмір бойы сол азаматтың түскен қаражаты сол шотқа есептеліп отырады. Егер ол азамат кейіннен жаңағы зиянды жұмысқа баратын болса, ол кісінің атына жаңағы кәсіби зейнетақы жарнасы түседі. Ол түскен кезде де біз автоматты түрде ол азаматқа мұнан тағы да бір шот ашамыз. Сөйтіп қаражаттар жиналып береді. Ал егер ерікті зейнетақы шотын ашатын болса, онда біз ол азамат өзі өтініш беру арқылы, жаңағы банк қосымшалары арқылы қаражат бізге түседі, біз шот ашып береміз. Сондықтан міне үшеуін айтып кеттім, мен төртінші жаңағы жұмыс берушінің шоты дейді. Бұл да әр адамның жаңағы өзінің жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы ашылады, жеке шот болып саналады. Бірақ бұл жердегі қаражат ол азаматтың жеке меншік болып саналмайды бүгінгі күнде. Бұл деген жаңағы мына ынтымақтық шот деп айтуға болады да, болашақ келе жатқан мына зейнеткерлерімізді қолдау үшін ашылған шот. Мысалы, ол 1975 жылдан кейінгі туған азаматтарға, соларға ғана аударылады. Оғанға дейін азаматтарға төленбейді. Сондай заңмен белгіленген талаптар бар. Бүгінгі күні мысалы жасына жеткен адамдар мысалы қалай алып жатыр? Енді көпшілігі кеңес заманында дүниеге келген адамдар ғой мысалы. Оларға қалай төленіп жатыр? Кейін келіп осы жасқа жеткен азаматтарға қалай төленіп жатыр? Айырмашылық бар ма? Қай қаражат? Әрине айырмашылық бар. Бүгінгі күнде бізде Қазақстанда жаңағы сол кеңес өкіметінде қызмет еткен азаматтарымыз ынтымақтық зейнетақы төленеді. Бұл ол азаматтардың сол 1998 жылға дейінгі істеген еңбек өтіліне есептеледі. Қазір жалақысы бар. Ынтымақтық деген сол кезінде кеңес өкіметінде қызмет істеген азаматтардың өтіліне байланысты. Мысалы, біреу 20 мемлекет төлейді. Мемлекет тарапынан төленеді. Оған мемлекеттен қаражат бөлінеді. Екіншісі ол базалық зейнетақы. Бұл жаңағы мемлекеттен берілетін зейнетақы әр зейнеткерлік жасқа келген азаматқа жаңағы белгілі өтіліне байланысты есептеледі. Мысалы, егер ол азамат 10 жыл кеңес өкіметінде жұмыс істеген өтілі болса, 10 жыл зейнетақы жүйесіне қатысқан өтілі болса, соған байланысты ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты есептеледі. Бұны зейнетақы қоры береді ғой? Оны да өкіметтен беріледі. Ол өкіметтен беріледі. Ал зейнетақы қорынан берілетін ақша, ол азаматтың жинаған қаражатына байланысты. Егер де мысалы азамат 5 миллион қаражат жинаса, зейнеткерлік жасына келген кезде, соның 6,5%-ға көбейтіліп, жаңа 12-ге бөлініп, сонда бір айлық зейнетақысы шығады. Сөйтіп есептеледі,
және ол жыл сайын 5%-ға индекстеніп көбейіп отырады. Бұның бәрі азамат жаңағы бір-ақ жерден халыққа қызмет атқару орталығына өтініш берген кезде, сол өтініш бізге де қорға келіп түседі. Қорға келіп өзіне өтініш беру бөлек ондай қажет жоқ. Сондықтан біз сол түскен өтініш бойынша есептеп азаматқа сол зейнетақыны тағайындап береміз. Жақсы, бүгінгі күні осы зейнетақы қорынан мысалы ең үлкен зейнетақы алатын адам зейнетақысы мөлшері қанша қазір? Ең кішісі қанша? Ол өзгеріп тұрады. Ортақ зейнетақы дегеніміз бұл орташа зейнетақы мөлшері. Бүгінгі күнде мысалы 500-ге жуық азамат, 500 мыңға жуық азамат бізден зейнетақы алады. Соның ішінде ортаңғы зейнетақы мөлшерінің сомасы ол 35.680 теңгені құрайды. Ал ең жоғарғы алатын ол 700-800-ге барады. Бұл енді көп қаражат жинаған, жалақысы жақсы болған азаматтар, бұлардың әрине саны көп емес. Орташа мөлшері 35.000 теңге болса, онда төмен мөлшерін сұрамай қойсын да болады. Жоқ, төмен мөлшері болғанда бұл жерде бізде төмен мөлшері сол осы төмен күнкөріс деңгейінің мөлшерінде есептеледі, одан төмен беруге болмайды. Сондықтан кейбір азаматтарымыз мысалы жинақтары аз болып, егер ол мына біздің есептеп отырған коэффициентке келмейтін болған есеп бойынша мысалы 15 мың болатын болса, ол кісілерге міндетті түрде жаңағы ең төменгі көрсеткіш бойынша сол 35 мыңның маңайында беріледі. Жалпы осы зейнетақы қорының негізгі мақсаты ол елдің қаражатын сақтау және көбейту ғой. Енді осы тұрғыда мынадай орынды бір сауал туады. Жалпы бүгінгі күні мына зейнетақы қорының елдің қаражатын көбейтіп отырған мөлшері тым аз емес пе деген сауал қоюшылар да бар. Себебі мысалы мынандай бір мысал келтіреді. Мен айта кетейін. Бір кісілер айтады, мәселен, осыдан 20 жыл бұрын дейік, 20 жыл бұрын зейнетақы қорына салмай-ақ жай ғана долларды алып, сатып алып, айырбастап долларға теңгені қолда бар қаражат жинап отыратын болса дейді, оны еш жерге еш нәрсе жасамай-ақ, ешқандай тер төкпей-ақ, ешқайда инвестицияламай-ақ бүгінгі күні жүздеген есе үлкен қаражатқа қол жеткізетін еді деген уәж айтады. Енді оны айту оңай, ондай жағдай болуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай үйтіп жинап жатқан азаматтарымыз енді бар шығар. Бірақ бұл дегеніміз ең төменгі заң бойынша белгіленген мүмкіндік зейнетақы жүйесі деген. Егер де азамат басқа да мүмкіндіктерді қолдана отырып, нарықтағы құралдарды қолдана отырып, өзіне бұдан да мықты зейнетақы жинауға мүмкіндіктері болса, оған ешқандай не жоқ қой. Жылына мысалы сіз айтып отырсыз, бүгінгі күні 14%. Ал зейнетақы жүйесіне қатыспау деген, ол енді бұл міндетті. Зейнетақы жүйесі деген белгіленген жаңағы 10% табысынан төлеуініп отыр. Бұл деген мына жүйеге қатысу. Бұл әр азаматтың өзінің міндетті талаптар қойылған, сомен жинақтау болашақ зейнетақысына. Бұл деген басқа жаққа жинақтамау, мал жай жасамау деген сияқты емес қой. Көрдіңіз ба? Бүгінгі күнде біздегі үлкен мәселенің бірі бұл артық жақсы ақша жинап, өздерімен өздері жақсы мына зейнеткерлік жасқа келгенде қызмет атқарып, өзін-өзі қамтамасыз етіп жүрсе жақсы. Ал көптеген азаматтарымыз өкінішке орай жинамай жатқандар бар ғой. Ол кісілердің жаңағы тыққан-пыққан депозиттерде долларлар жоқ. Көбінесе бізде сондай азаматтар өкінішке орай. Қалай сонда? Зейнетақы жүйесіне қатыспай жүрген адамдар бар. Ол азаматтар ертең ең төменгі зейнетақы алады. Мысалы, зейнетақы қорына қатыспаған дегеніміз өзін жеке қаражаты 1998 жылдан бері зейнетақы төлемдерін төлемеген азаматтар, ол кісілерде не өтіл болмайды, не зейнетақы қорында қаражат болмайды. Сондықтан қордан берілетін ақша да болмайды ол кісілерде. Ол кісілер тек қана мына кеңес өкіметінде жұмыс атқарды, сол кезге ғана жаңағы есептелген 15 мың теңге шығама, 20 мың теңге шығама, соны есептейді да соған базалық зейнетақыны қосады. Жаңағы біз 35 мың деп отырғанымыз ол тек қана бізден берілетін. Ал оның бәрін қосқан кезде жаңағы 150-180 мыңға шейін жетеді бүгінгі зейнетақы. Сол үшін ол әрқашан өзгеріп отырады. Мысалы, бір кездерде зейнетақы қорынан берілетін қаражаттың сомасы 15 мың теңге болды. Былай қарасаңыз күлкілі. Бірақ жылдан жылға өсіп келе жатыр. Өйткені қазіргі
кеңес өкіметінде өтілі бар азаматтардың саны да азайып келе жатыр ғой. Қазірге шығып жатқан, жылдан жылға шығып келе жатқан азаматтардың өтілі азайып келе жатыр. Сондықтан 1975 жылдан кейінгі туған азаматтарда тіпті өтіл болмайды. Сондықтан ол азаматтардың жаңағы ынтымақтық зейнетақысы азаяды да, қордан алатын зейнетақысы көбею керек. Көрдіңіз ба? Сондай жағдай. Бұл енді тағы да бір несі, біздің елде, жалғыз біздің емес, тағы да басқа көп елдерде сол ынтымақтық зейнетақы жүйесіне үйреніп кеткен. Ол кезде мысалы бір зейнеткерді асырау үшін 6-7 адам жұмыс істеп салық төлеген. Қазір жағдай басқа. Қазір дүние жүзі бойынша көптеген мемлекеттер мына ынтымақтық зейнетақы жүйесінің жинақтау зейнетақы жүйесіне келе жатыр. Бірақ шет елдерде көбінесе қазір біз қызығамыз ғой, зейнеткерлер серуендеп жүр, демалып жүр деген сияқты. Ол кісілердің жұмыс істеген кезінде төлеген жаңағы зейнетақы жинақтары өте мол. Ол жерде зейнетақы жүйесі 20 жыл емес 40 жыл істеп жатыр ма? 50 жыл істеп жатыр ма? Көрдіңіз ба? Ол кісілердің жаңағы экономикасы ол елде дамыған. Сондықтан қазір біздегі төлеп отырған 10% бен шет елдегі төлеп отқан 30%-ды салыстыруға болмайды. Мысалы шет ел мемлекеттердің біз көрсеткіштерін қарап отырамыз. Бұл жерде егер азамат өзінің жалақысынан 15% төлесе, жұмыс беруші соның үстіне тағы 15% немесе 20% төлеп отыратын заңмен бекітілген сондай талаптары бар. Көрдіңіздер ме? Сол жауапкершілік. Ал енді бізде ғана біз соған кірістік, бір-екі жыл болды, жұмыс берушінің міндетті төлемі деген бұл жаңағы 1,5% болып енгізілген, 2,5% болды қазір. Енді 2026 жылдан бастап 3,5% болады. Болашақта 5%-ға шейін өседі. Бұл да сол болашақ біздің зейнеткерлерімізді қолдаудың бір жолы деп айтуға болады. Бұл жерде мысалы мемлекет өз жағынан қолдап отыр, жаңағы азамат өзі ақша жинап отыр, және жұмыс беруші өзінің қызметкерін қолдау арқылы зейнетақы, болашақ зейнетақысын көбейту мақсатында қаражат төлеп отыр. Жаңа әңгімеміздің басында айтып кеттік, 2014 жылға дейін жекеменшік зейнетақы қорлары болды көптеген. Енді олардың дені, мысалы, әр жекеменшік екінші деңгейлі банктың жанында өзінің зейнетақы қоры болды, есімізде ғой? Әр банктың жанында, Тұран Әлем деген банктың жанында болды, Халық банкында зейнетақы қоры болды, Нұр банкында зейнетақы қоры болды. Кейін біріктірілді. Не себеп болды сонда біріктірілген? Тиімсіз болып шықты ма сонда? Әр қордың өзінің жаңағы шығындары болды. Қандай сонда? Әр қор, әр өңірден филиал ашады, басқармасы бар, және де офисі бар, сондай шығындары көп болған. Және де әр қорда әр жаңағы есептік саясат болған. Мысалы, бір құнды қағаздың бір түрін әр қорда әр түрлі есептелген болатын. Содан кейіннен олардың көбінің өзінің жағдайы, қаржылық жағдайы нашар болғандықтан өстіп шешім қабылдаған. Қазіргі күннің өзінде ол кезде қорлар мысалы өздері қаражатты жинап, өздері басқаратын. Қазіргі кезде жинаған кезде тек қана бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор ретінде бір жаңағы есептеу орталығы деп айтуға болады. Соны енгізді, басқаруды ұлттық банкке берген болады. Содан кейіннен жаңағы жекеменшік басқарушы компанияларын енгізіп, қазір кейбір азаматтар өздерінің қаражатының бір бөлігін сол басқарушы компанияларға беріп, болашақ зейнетақысын көбейту мақсатында әрекеттер жасап жатыр. Енді бұл жерде бір айта кететін жаңа маңызды жайт, осы 24 триллионның 40%-ы инвестициялық табыс осы жылдар бойы жиналған. Ол ешқайда кеткен жоқ. Оның ішінде жаңағы біраз азаматтар жаңа өздерінің зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алды деп айттық қой. Соның ішінде де біраз инвестициялық табыс кетті мысалы. Көрдіңіз бе? Сол үшін оны былай қарағанда аз ғана жиналып жатқан сияқты, аз ғана өсіп жатқан сияқты. Ал оны сіз 30 жыл, 40 жылға қараған кезде көп көрім қаражат. Оны жинаған адам бір бөлік есептейді, жинамаған адам басқаша есептейді.
Жақсы, жаңағы кезінде болған жеке зейнетақы қорлар туралы. Сонда осыған байланысты кейбір қаржы сарапшылары мынадай бір уәж айтады. Сол әр банктің жеке өзінің зейнетақы қоры болды ғой. Сонда сол зейнетақы қорына келіп түскен сол уақытында жаңағы қаражаттың қызығын сол банктер көрді дейді. Себебі өзінің қаржы айналымына салып пайда тапты деген бір. Енді о жағын мен қазір айта алмаймын. Ол азаматтардың шотында болған ақшаның бәрі біріктіріліп осы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына енгізілген болатын. Егер де кейбір азаматтарымыз мысалы өздерінің қаражаттарын таба алмай жүрген азаматтар да келіп жатыр қазіргі күнде бізге. Бірақ өкінішке орай ол ақша шотқа келіп түспеген. Сол жұмыс берушілер уақытылы төлемеген. Қазір өзіңіз білесіз, көптеген компаниялар 2000-нан бастап осы 25 жылдың ішінде бәленбай тек қана құрылыс компанияның өзі қанша компания жабылды. Соның маңайында жүрген қанша компания жабылып жатыр. Соның кейбіреулерінде осындай уақытылы қаражат төлемеу арқылы сол жерде қызмет істеген азаматтар зейнетақысыз қалып жатыр. Көрдіңіз ба, сондай да жағдай бар. Және бізде мына ауыл шаруашылығында қызмет атқарып жатқан азаматтардың өкінішке орай уақытылы немесе толық зейнетақы жарналары түспейді. Бұл өте бір үлкен күрделі мәселе. Сондықтан бұны біз енді әр зейнетақы қорының мамандары ауыл-ауылдарды аралап түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Бірақ оның бәрі енді біреудің құлағына жетеді, біреудің жетпейді. Өткенде мысалы міне зейнеткерлік жасқа жақындаған бір ағамен сөйлесіп отырған кезде сонда айтады: менің еңбек кітапшам бар дейді. Қаражат қанша жинадыңыз, енді зейнетақы зейнеткерлік жасқа жақындап қалдыңыз деген әңгіме болады ғой. Енді сол кезде сөйтсем айтады: менің зейнетақы кітапшам бар дейді. Мен айтам: бұл зейнетақы кітапшаңыз сіздің 1998 жылдан бергі мерзімге қатысы жоқ. Көрдіңіз, сіз 1000 теңге болсын егер төлеп қорға ай сайын төлеп отырсаңыз, онда сіздің өтіліңіз саналады. Ал одан басқа өтіліңіз сіздің саналмайды. Хабарсыз болып тұр ғой, құлақтан барған болып тұр ғой. Сондықтан енді мысалы оның ішінде жарайды, менің жағдайым бар, малым бар, егінім бар деп сөйтеді. Жарайды, енді ол солай болсын, солай-ақ болсын. Егер бәрі жақсы болса, ол жақсы әрине. Ал кім білет, аяқ астынан неше түрлі апаттар жағдайлар болып жатыр, сел болып жатыр, неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Енді соңғы кездерде су тасқыны болып жатыр. Сондай кездерде мысалы ол азаматтар болашақта қандай зейнетақы алады? Мысалы бүгінгі күнде егер де ай сайын соны төлеп отырса, бұл өтіл болып саналады бір жағынан. Бір жағынан аз да болса қаражат алып отыруға мүмкіндік береді. Жақсы. Енді бүгінгі күні осы зейнетақы қорындағы қаражат қандай салаға инвестицияланып жатыр, және олардан қандай пайда түсіп жатыр? Бұл енді инвестициялаумен ұлттық банк айналысады, және де жеке басқарушы компаниялар айналысады. Бірақ енді ол мекемелер бізге міндетті түрде өзінің есебін беріп отырады. Сол есептер бойынша мысалы осы жинақталған қаражаттың 33% доллармен, 65% теңгемен инвестицияланған. Оны енді басқарып отырған ұлттық банк, мысалы зейнетақы жарына келіп түсе салған кезде бұл міндетті түрде ұлттық банктың басқаруына өтеді. Кейіннен азамат өзінің таңдауы бойынша жаңағы жекеменшік басқарушы компанияларға өзінің жинақтарының жартысын аударуына құқылы. Қазіргі күнде ол әр компанияның өзінің жаңағы стратегиясына байланысты, бағытына байланысты. Сол бағытты да таңдау мүмкіндігі бар азаматтарымызда. Енді қазіргі күндегі зейнетақы активтерінің 45-8% ол мемлекеттік құнды қағазда. Бұл дегеніміз жаңа өзіміздің ішкі мемлекетте қызмет атқарып жатыр, біздің жобаларда. 25%-дай жаңағы шетелдік халықаралық мекемелердің немесе шетелдік компаниялардың құнды қағаздарына енгізілген. Қалғаны сол осы ішкі квазимемлекеттік екінші деңгейлі банк және де тағы басқа салаларға енгізілген. Бұл туралы толық ақпарат бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында графикпен бөлінген, қандай қағаз қашан алынды, қанша табыстылық береді, бәрі көрсетілген. Бұл енді
әйтеуір елдің қаражаты ұтымды елдің қаражаты жұмсалып жатыр ма? ұтымды жұмсалуға әрекет жасалып жатыр. Бірақ бұл жерде енді бір жағынан инфляция қуып келе жатыр, екінші жағынан доллардың жаңағы бағасының өзгеруіне байланысты, нарықтағы жағдай, қаржы нарығындағы жағдайға байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, ұзақ мерзімді бар, қысқа мерзімді бар. Егер де жаңағы ұзақ мерзімге салынса, ол әрине инвестицияланған кезде сол кездегі нарықтағы бағамен олар инвестицияланады, сол уақытылы жаңағы төлемдерін өтеп отырады. Ол қағаздарды біз мерзімі келіп жабылғанға шейін ұстауымыз керек. Өйткені одан ерте сатып жіберсең, одан белгіленген жаңағы инвестициялық кіріс түспей қалады, алынбай қалады. Көрдіңіз бе? Сол үшін оның да өзінің бір құралдары бар. Сондықтан бұған енді жауап беретін ұлттық банктың мықты мамандары оны басқарып отыр деген ойдамын. Бүгінгі күнде елімізде ең мықты халықаралық және осы ішкі нарықта қаржыны басқаратын ұлттық банк. Және де басқа басқарушы компаниялар бар. Бұны енді сайтта қарасақ, кейбір басқарушы компаниялардың инвестициялық табысы ұлттық банкінен жоғары. Әрине олар енді бастап жатыр. Олар қазіргі сәттегі нарықтың талабы бойынша оны инвестицияланып жатыр. Мысалы, осыдан 5 жыл бұрын пайда төменірек болды. Қазір жоғарырақ. Сондықтан оларда қазір жағдай ұтымдырақ болып тұр да ұлттық банкке барғанда. Ұлттық банк басқа нерін айландырып, келесі сатыға келген кезде олардан көбірек болуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі күнде инвестициялық табыс қамтамасыз етіліп отыр. Егер де қазір енді сіздің сұрағыңызды түсініп отырмын, халықтың арасында да жаңағы инфляциядан төмен деп айтып жатқан ойлар бар. Енді егер де осы инвестициялық табыс инфляциядан төмен болса, ол кезде заңмен белгіленген кепілдік бар. Ол кепілдік, егер де осы бір жылдарда зейнетақы инвестициялық табыс инфляциядан төмен болса, онда соны кем дегенде инфляция деңгейіне шейін табыс беруге мемлекет өзінің мойнына алып отыр. Ол заңда бар ғой. Ол заңда бар. Егер де инфляциядан төмен болса, қалғанын мен өз есебінен мемлекет төлеп береді деген сондай кепілдік бар. Онда инфляциядан төмен болуы мүмкін демес екен. Мүмкін болмауға тырысады. Әрине кейбір кездерде болып қалды. Пандемиядан кейінгі кездерде бір сондай нарықтағы қатты өзгерістер, құбылыстар болған кезде ол болып тұрады. Ол заңды, бұл нарықтың заңы, оған ешкімнің ешқандай несі болмайды. Мысалы, кейбір шетелдегі инвестициялық қорлар, осындай зейнетақы қорлары көптеген шығынға батқан кезінде, сол пандемиядан кейінгі кездерде енді аяқтарына тұрып келе жатыр. Оған қарағанда біздің қордың жағдайы ол кезде жаман емес болды. Өйткені бізде көптеген жаңағы инвестицияларымыз құнды қағазда және тәуекелі төмен қағаздарға орналастырған болғандықтан. Ал егер де нарықтағы мысалы акцияның бағасы түседі, облигация, көп компаниялар банкрот болып жатыр, сондай кезде әрине көп ақша жоғалтуға қауіп бар. Жақсы, енді зейнетақы қорының өзіндегі жаңағы 5 басқарушы компания бар дедіңіз ғой, соларға келейік. Бұл қандай компаниялар, олар қаражат қалай жұмсап көбейтеді, жалпы іскерлік қабілеттері қандай, сол компанияларға сеніп тапсырылған елдің қаражаты қауіпсіз жағдайда ма? Енді бұл деген жаңағы біздің азаматтар өзінің қаражатын басқаруға мүмкіндік беру үшін жинаған зейнетақы жинақтарының бір бөлігімен өздері басқаруға, өздері жауапкершілік алуға мүмкіндік беріп отыр. Бұл дегеніміз, мысалы, маған ұлттық банктың басқару ұнамайды, немесе одан да көбірек қаражат тапқым келеді десе, бұл ақшаны зейнетақы жүйесінен шешіп алмайды, ол ақша зейнетақы жүйесінде қалады. Тек ол кісі өтініш береді, жаңағы жекеменшік компанияға жібереді, өзінің жинағанның
5 миллион ба, 2 миллион ба, немесе сол 5 компанияға 1-1 миллионнан бөліп бере ма, өзі біледі. Бұл бекітілген компания ғой. Иә, бекітілген компания. Қандай компания және олардың әрқайсысының табыстылығы қанша? Иә, ешқандай офиске келіп өтініш жазып керек жоқ, бәрі онлайн түрде істеледі, жаңағы жеке кабинет арқылы. Бұл дегеніміз жаңағы 5 компания бүгінгі күні істеп жатыр. Халық Финанс, Алатау City Invest дейді, BCC Invest дейді, содан кейін Халық Global дейді, және Центр Securities дейді. Енді бұлар жаңадан ашылған емес, бәленбай жылдан бері осындай басқару қызмет көпжылдық тәжірибесі бар. Тәжірибесі бар, істеп жатқан компаниялар. Бұлар тек зейнетақы активтерін басқаруға кірісіп жатыр. Мысалы, заңмен рұқсат бергеннен кейін бұл мекемелердің жаңағы өздерінің белгілі лицензиялары бар. Жаңағы елдегі қадағалауға қаржы нарығын қадағалайтын агентствоның лицензиясы бар. Сол агентствомен қадағаланады, отчеттарын тапсырып отырады. Бұл компаниялардың өзінің белгілеген жаңағы бағыты бар, стратегиясы бар. Қандай жерге саламыз, қалай инвестиция аламыз, сол туралы бәрін жариялап отыр. Бұлардың жаңағы өздерінің сайттарында да ақпарат бар, біздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында да толық ақпарат тұр. Мысалы, осы өткен 12 айдың ішінде осынша табыс тапты, деген ақпаратпен біз бөлісіп отырмыз. Мынандай құнды қағазға салуға олар құқылы. О жерде енді болашақта жаңағы тәуелсіздігі жоғары стратегия қабылдаймыз деген бағыттар бар. Ал енді о жерде азамат өзі шешім қабылдайды, өзі жауапкершілікті алады. Көрдіңіз ба? Егер ол азамат мысалы 5 миллион жіберіп ертеңінде ол қаражаты аз төмен болып қалып, немесе 5 жылдан кейін қайтадан сол 5 миллионды қайтарып алып кеп, ешқандай табыс таппаса, ол жауапкершілік өзінде. Көрдіңіз ба? Сол үшін азаматтар оны шешім қабылдаған кезде жаңа ойланып, талдап, шешім қабылдап көруіне болады. Қазіргі кезде мен бір компания жақсы, бір компания жаман деп айта алмаймын, біреуі жоғары, біреуі төмен деп айта алмаймын. Өйткені ол компаниялардың әр есеп мерзіміне байланысты көрсеткіштері өзгеріп отырады. Сондықтан азаматтар сол ақпаратты сайтқа кіріп танысқан жөн болады. Немесе сол компаниялардың біздің колл-центрлерге хабарласып, ақпарат алып, сол жерден өздері талдап, шешім қабылдауына болады. Ол туралы толық ақпарат жазылған, көрсетілген, электрондық қолтаңба арқылы өтініш беріледі, ол қабылданады. Бізде енді азаматтар тексеріп көрейін деп, мысалы, жалған ақпарат беріп жібереді, оны да көріп отырамыз. Біз егер азаматтың шотында ондай ақша жоқ болса, ондай ақша ешқайда аударылмайды. Кейде сондай өтініштер келіп жатады. Ол жерде егер бір компанияның жұмысы ұнамаса, екінші компанияға өтуге болады, немесе ұлттық банктың басқаруына қайтадан қайтып келуге болады. Ол жерде енді 1 жылдық мерзім бар. Мысалы, аударғаннан кейін 1 жыл ішінде ғана басқа компанияға өтуге болады. Бұл жердің енді біз бір несі, бұған мемлекеттік жаңа кепілдік берілмейді. Басқарушы компанияларға аударылған қаражатқа тек сол компанияның өзінің кепілдігі беріледі, және жаңағы қадағалау органдарының есебі арқылы тек бақыланып, бақылау арқылы, және олардың жаңағы ең төменгі инвестициялық табыс, белгіленген табыстан кем табыс бермеуге бұлардың өзінің жаңағы міндеттемелері бар. Және де бұл компанияны жалғыз сол қаражатты қолданбайды ғой, көрдіңіз бе? Бұл компанияның басқа да басқарушы компаниялары бар, солар арқылы жаңағы олардың да қаражаттарын инвестициялайды. Және бұл компания түсірген өзінің инвестициялық табысынан комиссия ұстап отырады азаматтың. Сондай нәрселер бар. Сол үшін мысалы егер 1000 теңге тапса, оның ішінен жаңағы ол басқарушы өзінің комиссиясын алады, өзінің пайдасын алады. Сол үшін ол компанияға мысалы шығынға жұмыс жасаудың ешқандай несі жоқ, қызық емес оларға. Сондықтан олар көбінесе жаңағы жақсы пайда табуға тырысады. Ал енді нарықта неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол үшін олардың да белгіленген бағыттары бар. Жаңағы ол инвестициялық құралдардың рейтингмен белгіленген
көрсеткіштері бар, соған сүйене отырып жасайды. Әрине ол оңай нәрсе емес, халықтың ақшасымен басқару деген. Жақсы, осыдан бірнеше жыл бұрын зейнетақы қорында жатқан қаражатты емделуге, жаңағы баспана алуға жұмсауға мүмкіндік берілді ғой. Сол әлі бар ма мүмкіндіктер? Иә, ол мүмкіндігі әлі бар. Бұның ішінде 4 триллионнан астам қаражат тұрғын үй жағдайын жақсартуға қолданылды. Бүгінгі күнге дейін 1 триллионға жуық ақша осы емделу бағытына жұмсалды. Иә, жұмсалды. Азаматтарымыз енді өздерінің белгіленген бағытына қарай пайдаланды деген ойдамыз. Әрине, біреу дұрыс қолданса, біреу бұрыс қолданды ма, ондай да жағдайлар бар. Ол туралы белгілі органдар жұмыс атқарып жатыр. Енді бұл азаматтың өзінің қаражаты болғаннан кейін біздің қатысымыз жоқ. Біз сұраған ақшаны, шотында ақша болса, белгіленген мерзімде шоттарына аударып отырдық. Ары қарай ол азаматтар енді емделгені немесе үй сатып алғанын, және басқа да заңмен белгіленген бағытқа жұмсалғаны туралы құжатты ол жаңа белгіленген операторға тапсырады. Екінші деңгейлі банктар оператор болып белгіленген келісім шарт бар, ол туралы ереже бар. Сол туралы азаматтар құжаттарды өткізеді. Егер ол құжаттар сол талаптарға сай болса қабылданады, талаптарға сай болмаса, әрине ол ақша қайтадан келіп зейнетақы қорына келіп түседі. Сол үшін ол бір белгіленген мақсатқа ғана қолданады. Жақсы, Мұрат Тұрсынұлы, енді біраз ақпарат алған сияқтымыз. Ақшаның жиналғаны бір жағы бар, жиналу. Енді бұл берілу керек қой. Бұл ақша, бұл қаражат, мысалы, осы 7 айдың ішінде өткен 1 тамызға дейінгі мерзімде 965 миллиардтан астам ақша біздің азаматтарымызға берілген. Көрдіңіз бе, бұл берілген демеңіз жаңағы зейнетақы жасына толған азаматтарға берілді. Содан кейін жаңағы өзіңіз айтқан тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге оған 560 миллиардтан астам ақша берілді. Екеуін бірге қосқанда, зейнеткерлік жасқа толған азаматтарымызға 140 миллиардтай ақша берілді. Одан кейін мұрагерлікке 40 миллиардтан астам ақша берілді мұрагерлеріне. Шетелге жеке тұрғылықты тұруға кеткен азаматтарымыз 23 миллиардтан астам ақша алды. Соларға ол енді осы жылдың өзінде кеткен жоқ, ол неше жылдан бері кетіп, сол жақта тұрып, жаңағы азаматтылығын алып құжаттарын берген кезде ғана беріледі. Сондықтан оны 1 жылдың ішінде кетті ма, қанша уақытта кетті айтып қиын. Және де мысалы мына мүмкіндіктер шектеулі инвалидтік не тағайындалған азаматтарға берілді. Ол да бір 2 миллиардқа жуық қаражат, және де қайтыс болған жағдайда азаматтарға жаңағы жерлеу рәсіміне 6 миллиардтан астам ақша берілді осы 7 айдың ішінде. Көрдіңіз бе? Ол қалай беріледі сонда? Бұл деген, егер азаматтың шотында жинақталған ақшасы болатын болса, сол азаматтың жақын туысқанына жерлеу рәсіміне берілетін белгіленген қаражат бар. Ол дегеніміз, бұл қандай жағдайда беріледі? Бұл азамат қайтыс болған кезде жерлеу рәсіміне беріледі. Содан кейін қалғаны мұрагерлердің арасында бөлінеді. Беріледі. Бұл жаңа жерлеу рәсіміне берілетін қаражат ол шектеулі. Соны жерлеген азамат немесе жақын туысқан алады. Содан кейін қалған ақшасы болса, ол жаңағы басқа мұрагерлердің арасында бөлінеді. Біреуде бір мұрагер болады, біреуде бірнеше мұрагер болады. Көрдіңіз бе? Солардың арасында нотариус арқылы бөледі. Және де 189 миллиард ақша бұл сақтандыру компанияларына аударылды. Бұл дегеніміз жаңағы зейнетақының бір түрі, аннуитеттік келісім шарт жасалған азаматтар өзінің зейнетақы шотында қаражатын жаңа сақтандыру компанияларына аударып, өздерінің өмір бойғы зейнетақы алуына мүмкіндік бар. Бұның өзінің айырмашылығы бар. Егер қаражат сақтандыру компаниясында болса, мысалы 55 жасынан бастап ол ақшаны алуына болады. Түгел алады? Жоқ, түгел алмайды. Ай сайын белгіленген кесте бойынша ала алады. Мысалы, әйелдер 50 жастан бастап, ер азаматтар 55 жастан бастап алуына болады. Бұл өзі сақтандыру қорына аударған кезде олар өздері жаңа кесте береді. Аударғанда зейнетақы қорында жатқан қаражатын түгел аударыла ма? Зейнетақы қорында
қорына? Жинақталған қаражаттың жеткілігіне байланысты ол. Мысалы, сақтандыру компаниясы айтады, мен сізді егер жинақтаған ақшаңыз 10 миллион болса ғана аламын, немесе 15 миллион ғана болса аламын деген өздерінің талаптары бар. Сол қаражатты аударып, келісім шарт жасасып, сол келісім шартқа жаңа кесте береді, сол кесте бойынша ай сайын төлеп отырады. Бұлдың да жаңа шектеулері бар, заңмен көрсетілген. Бұл жерде бір айырмашылығы, егер де азамат мысалы көп ұзақ жасаса, ол өмір бойы алады. Ал егер де ол ерте қайтыс болған кезде, қаражаты тек сол кестемен белгіленген уақытқа ғана беріледі. Көрдіңіз бе? Оны кейбір азаматтар алып үлгереді, кейбір азаматтар алып үлгермейді. Ал зейнетақы қорындағы қаражат болса, ол егер алып үлгермесе, толық мұрагерлеріне беріледі. Оны толық анықтап, түсініп, содан кейін шешімін қабылдау керек. Мысалы, кейбір жақсы қаражат жинаған азаматтарымыз сақтандыру компаниясында аударып қояды да, зейнетақы қорына да жинайды мысалы. Көрдіңіз бе? Сол үшін екі жақтан алғысы келеді. Ертең зейнеткерлік жасқа шыққан кезде, ана жақтан 55 жастан бастап алса, мына жақтан жаңағы 63 жастан бастап алады, иә? Егер мөлшер жетіп тұрса, 10 миллион мұнда қалдырып, 10 миллион сақтандыру қорына аударып қойып, екі жақтан да пайда көреді. Иә, ондай да бар. Содан кейін жаңағы бұл ыңғайлысы, кейде мысалы бізде көбінесе әйел азаматшалар жаңағы бала күтімімен көп отырып қалады да, ол кісілердің шоттарында қомақты қаражат жиналмайды, сондықтан ол азаматтар жаңағы отбасылық аннуитет алуына болады. Мысалы, жолдасының жинақталған қаражатымен бірігіп аннуитет сатып алып, аударып қойса, сонда әйелінде де, жұбайында да зейнетақы болады, өмір бойы аздаған сома болса да, бірақ болады деген нәрсе. Ол сақтандыру компанияларының бекітілген тізімі бар ма? Олар қаншалықты сенімді? Енді ол жерді айту қиын. Өйткені енді олардың да жаңағы қадағалау органдарының талаптары бар, сол талаптармен қызмет атқарып жатыр. Ол енді ақша ешқайда жоғалып кетпейді ғой, бірақ оның өсу мүмкіндіктері, табыстықтары ол шектеулі, оны да санау керек. Мысалы, біз өзіміздің инвестициялық табысымызды қордың осыншама деп жариялап отырсақ, оларда мысалы ол табыс, инвестициялық табыс деген көрсеткіш болмауы мүмкін. Немесе оларда шектеулі болуы мүмкін. Мысалы, осыншама ғана беріледі, болды деп. Мысалы, 5 немесе 6 деп қояды, ал нарықта қандай жағдай болып жатыр. Соның бәрін ойластырып, сөйтіп шешім қабылдаған жөн ол жерде. Оны әрине өздерінің мамандары бар, солардан кеңес алып көрген. Әр адамның өзінде ғой. Бұл халыққа берілген мүмкіндік. Бұны бірі дұрыс, бірі бұрыс деп айтуға болмайды. Әркім өзі шешім қабылдауға берілді. Жаңа басында өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мысалы, мен долларға тығып жинаймын деп. Доллармен жинайтын азаматтар болса, жинауына болады. Акциямен жинайтын азаматтар болса, жинауына болады. Малмен жинайтын азаматтар болса, ол да болады. Бірақ зейнетақы жүйесіне ең төменгі болсын, азаматтар қатысып, бұл жүйеден ертең ештеңкесіз қалып қалмау керек. Жаңағы 1000 қойын болып ертең бір жұттан қалмай қалса, онда ол басқа жағдай болады. Немесе жаңағы $1 миллион алынған акцияңыз ертең бір күнді бірдеңемен күйіп, немесе алу мүмкіндігі шектеліп қалса, онда тағы да қиындықтар болады. Мысалы, қазіргі күнде биткоинге салған кейбір азаматтар өздерінің парольдарын жоғалтып, ақшаларын алмай жүрген азаматтарымыз бар ғой. Ол алынбайды дейді. Көрдіңіз бе? Сондай жағдайлар. Ал енді кейбір азаматтарымыз айтады, мысалы, біз бұрынғы ынтымақтық жүйеге қайтарса дұрыс болатын еді деп айтатын сарапшылар да бар. Кейбір енді олардың ол енді аса дұрыс ой емес, өйткені дүние жүзі онда бұл артқа жүрген қадам деп айтылады. Дүние жүзі осы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне келе жатыр. Өйткені ынтымақтық жүйеге жинаған қаражат жетпей жатыр. Өйткені қазір көптеген азаматтарымыз бізде жалдамалы жұмыс істегілері келмейді. Тек қана бізде емес, бүкіл дүние жүзінде сондай жағдай болып келеді. Азаматтар біреу үшін ынтымақтық зейнетақы қорына қаражат төлегісі келмейді. Әркім өзі үшін төлегісі келеді. Өзі, мысалы, мен жақсы зейнетақы алғым келеді деп, жақсы ақша жинайды. Мен 1-2 жыл өмір сүргенге жетсе болды деп жинаса, онда болғанын беріп қойып, содан кейін шүкір деп жүруге ол да өйтіп атқандар да бар, мысалы. Сондықтан бұл енді мүмкіндіктерді қолданған жөн деп білеміз. Және де мына дүние жүзінде
65 жастан көп жасқа жасап өмір сүру деңгейі өсіп келе жатыр. Оны да білуіміз керек. Және де бір кездерде бізде туу деңгейі төмен болды. Сонда нарыққа келіп жатқан мамандар салық арқылы зейнеткерлерді асырауға күштері жетпейді. Көрдіңіз ба? Сондай жағдай болады. Кейіннен енді мына 2050 жылға қарай Қазақстандағы азаматтардың саны 26 миллионнан асады дейді мысалы, иә. Сол кезде қарттар саны күрт көбейеді. Және де бүгінгі күнде өмір сүру деңгейі де ұзарып келе жатыр. Сондықтан бұл құбылыс бізге енді келіп жатыр. Ал басқа батыс елдерінде бұл баяғыдан болып жатқан өзгерістер. Көрдіңіз бе? Қазір өзіңіз байқайсыз ба? Мысалы, кейбір кісілерге қарап, ол кісілер 80-нен асты, 70-нен асты деген көбінесе қалада айтпайсың. А бұрын біздің 50-60-тағы кісілеріміз ата, апа, әже болып жүрген кісілер болады. Сондықтан қазіргі жағдай осындай. Оны енді қаншама айтпайын десең де көзге көрінішті. Зейнет жасына жете алмай однилық болып кетіп жатқан адамдар бар ма? Көп пе? Әрине, бар. Мына пандемия кезінде өте көп болғаны белгілі. Оны біз төленіп жатқан қаражатқа байланысты қарап отырамыз. Сондықтан ол бірде көтеріліп, бірде төмендеп отырады. Оның бәрі сол еліміздегі статистикаға байланысты. Сонымен сәйкестендіріп отырады. Көрдіңіз бе? Бірақ енді көп азаматтардың енді не болмаса қайтыс болып жатқан азаматтардың саны әрине көп қой, бірақ егер ол кісілер жаңағы зейнетақы жүйесіне қатыспаса, онда бізде қаражаттар жоқ болады деп, ол неге статистикаға ілінбейді. Сол үшін былай пандемиядан кейін сондай көрсеткіш болды, көп болып кетті мысалы. Жақсы, Мұрат Тұрсынұлы. Мұрагерлеріне алған. Рахмет. Өзіміз қойғымыз келген сауалдардың жауабын алдық деп ойлаймын. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Мына зейнетақы қорына қаражат аударып жатқан азаматтарымыз, жұртымыз сол қаражаттың зейнетін көрсін деген тілекпен сұхбатымызды аяқтайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.